Assalamu aleykum. Hayırlı kun, hayırlı kеш, құрметті достар. Міне мен қазір бұзаулар жөнінде видео түсіреміз. Қалай мен бұзаулар қалай өсіп жатыр. Міне мыналар қаңтардың ізінде, 22 қаңтар. Ақпанның басы, мыналар уже наурыздың басы. Міне уже біздер бұларға құрғақ сүт беріп жатырмыз. Заменитель цельного молока дейді. Соны беріп жатырмыз. Енді қалай беріп жатырмыз? Плавный переход қылдық. Алдымен 2 айдай сүт бердік. 2 айдай сүт бердік. Сонан кейін 1 ай, 1,5 ай толық бердік. 1,5 айдан кейін 40-45 күннен кейін әстәсте кешқұрын 1 литрден құрғақ сүтті қостық. 1 литрден. Мәселен, таңертең бұларға біздер 3 литр, кешқұрын 3 литр сүт беріп жүрдік. Сосын таңертең 3 литр сүтін береміз қазір. Сосын кешқұрын 2 литр сүт, 1 литр құрғақ сүт бердік. Сөйтіп 10 шақты күн солай 1 литр бердік. Сосын және 10 күннен кейін 2 литр қылдық. Осы міне бүгін толықтай кешқұрын 3 литр құрғақ сүт береміз, ЗЦМ. Ал таңертең 3 литр сүтін береміз. Сөйтіп және 10 шақты күн осылай істейміз да, және 10 күннен кейін таңертең уже ЗЦМ қосып бастаймыз мыналарға. Көрдіңіз бе? Іштері ешқайсының ауырып тұрған жоқ. Іштері міне. Мынау неше 2 күн болды ғой. Құрғақ, асты құрғақ мінекей. Бәрі жерін көрсетейін. Ешқандай іштері ауырып тұрған жоқ. Көрдіңіз бе? Плавный переход. Әстәсте өстіп пөшсек ауырмайды, жақсы болып өседі. Олар не ұрғашылар, бұлар аналары жақсы, алып қаламыз бұларды міне. Ананы алып қаламыз. Мына кешті болды бірақ. Мынаны алып қаламыз, мынаны алып қаламыз. Сонан кейін су береміз. Кешкі сауын сүтін бергеннен кейін мен мына сыйларды сау бағасын, сол аппараттарын жуған суды және қосымша суларды су құйып береміз мен міне алдарына. Мынада дұрыс мыналар ішпепті міне. Аппараттың суы. Осылай суын береміз, суын ішіп алады. Суыда пайда, сұйықтығы ішкен. Сосын шөбін береміз. Міне қазір шөбі бұлардың жаңа салып едік, таусып қойыпты. Шөбі беріледі. Сонан кейін мынандай арпа, ұмталған арпа осындай береміз қазір. Дайындап қойдым. Осыны алып қоямыз. Бұлармен текке сүт береміз. Мыналармен арпаларын береміз. Өстіп арпаларын береміз. Ұмталған. Өстіп, бәрін алдына арпаны сеуіп тастаймыз. Әнекей, осылай қыламыз. Ұмталған арпасын ұрып жеп жатыр. Мыналар әлі үйренбеген дұрыс. Бірте үйренеді. Сосын бір-бірінің сүтін тартып алмау үшін мынандай мойына былай жіп байлап қойдық та. Мінекей, көрдіңіз бе? Сосын мына жерге карабинмен ілдіріп қойдық. Сол кезде бір-бірінің сүтіне таласып, неғымайды, мешат етпейді. Мынаусы да бар.
Mouse'u da var. Bärini alıp taşlayymyz. Alpыстayım, как раз мына жерде тұрады өздері, сүтке үйренген, сүтке кеп тұрған кезінде шық етіп білдіріп жібереміз. Бір қолменен ыңғайсыз болып тұр. Болды. Дәл өстіп сүтін ішіп болғасында дәл өстіп алып тастаймыз. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Бұзаулар өстіп жүр. Біздерде подсос емес. Сол үшін өстіп үйретеміз. Осы мына жерде кеше бірінші мәрте бір қашар бұзаулады. Оны осылай қасында жатып 2-3 мәрте емізіп, сондай аламыз бір аптаға дейін, 10 күнге дейін әбден үйреніп, мынау бойына күшін жинап алғаннан кейін аналардың қасында постоянно тұрып, жаңағындай қолға үйретеміз. Қазір апарып тастаймын, ана бұзаулармен бірге. Сол жерде жатады. Осындай аламыз. Шөбін әкеп берем, шөбін жейді. Сосын бұзауымыз күн зағына. Мына жерде жүреді. Мынаны алып бұлайып. Бәріне көрсетіп өтейін. Бұлайып мынаның ішіне кіргіземіз да, бұлайып шауып қоямыз. Болды. Сосын олар ешқайда кетпейді. Сол осы жерде міне шөпте ойнақтап, осы жерде шөбін жейді. Сосын мына жерде міне күн шуақ далада, осы жерде ғана огородта ойнап шөбін жеп, дәл осы жерде жүреді мінекей. Қазір осы жерде жүреді. Сонан кешке қарай, кешқұрын сауатын кезінде жаңа жерге кіргізіп қоямыз. Мен осылай күннің шуағына да бұларға пайдалы. Біріншіден, екіншіден ана тұрған жерлер құрғақ болады. Өйстіп далаға қойып қойсақ. Ана жерде қалағанша шөбін жеп жүреді осылай. Қазір кіргізіп шөбін салайық. Міне бір құшақ шөп алып келе жатырмын. Күттай аз-аздан береміз. Сол кезде қалдырмай жеп қояды. Толтырып салсаңыз, қорашен расуа болып жемейді. Бұзауылды өсіреміз біздер. Подсоз қымаймыз, сүтті сатамыз. Сүтті да үлкен барлығын переработка қыламыз. Қаймақ қыламыз, обраткіден құрт қыламыз. Бринза қыламыз, ірімшік қайнатамыз, қаймақ, май қыламыз, әйтеуір солай переработка қылып сатамыз. Сосын Алла қаласа бұзауларын келесі жылы бәрін байлап, мына бір жерге мынандай байлап қойғанбыз. Бұзауын байлап сатамыз. Ендігі жылы сиырлардан сүт алып сатамыз. Не бұйыртса, Алла сәтін салып, Құдай қаласа, мінеки. Малардың бәрі еркек бұзаулар. 50 шақты бар енді. Осыларды қазір мына күн жылыса жайлауға апарып тастап, күзде әкеліп байлаймыз. Бұйыртса. Мыналар осы далада жүре береді. Бойдақтар ештеңе алмайды. Қазір ауа райы жылы.
ана жерде қысымен жеген шөптері көрпеше. Осы достар, мінекей осылай бұзаулар өседі. Достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Болашақта жақсы видеолар болады. Мыналарды өстіп бордақылаймыз. Бордақыны қолға алып жатырық, Алла бұйыртса. Мыналар сынақ ретінде байланып тұр. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.